Қайырлы күн. Мен білім беру жобамның тақырыбы дамыта оқыту технологиясы. Жалпы дамыта оқыту технологиясы ол баланы оқыта отырып дамыту. Дамыта оқытудың негізгі мақсаты ол баланың еркіндігін қалыптастыру, жеке қасиеттерін, олардың ескерту, балалардың басшылыққа алу, баланы оқыта отырып жалпы дамыту, өз бетінше ізденуге, шешім қабылдауға үйрету. Дамыта оқудың жүйесі. Дамыта оқытуда білім даяр күйінде, яғни дайын күйінде берілмейді оқушыға. Оған оқушы өзі оқу әрекеті арқылы қол жеткізеді. Дамыта оқытуда оқушы жоғары қиындықтардағы мәселелерді шеше отырып, өзінің санауларын ашады. Оқушының жеке басын да дамытатын басты құралы ол өзінің әрекеті. Дамыта оқыту жүйесінің нәтижелі болуы үшін оқушы мұғалім арасында жаңаша қарым-қатынасы арқасында ғана өз жемісін береді. Дамыту бағдарламасының негізгі екі тұлғасы бар. Ол оқушы және де мұғалім. Оқушы басты дамушы тұлға, ал мұғалім бағыт беруші тұлға. Оқушының ережесі ол жеке, жұппен, топпен жұмыс жасау, бірін-бірін тыңдай алу, сыйлай алу, және де бір-бірінен қайталамай, бірін және де өзін-өзі бағалай білу. Және де өзінің ойын ашық айтып, еркін сөйлеу. Ал мұғалімнен күтілетін нәтиже ол сабақ түбегейлі оқушыға ғана бағытталады. Ұжымдық, топтық, ынтымақтастық қарым-қатынас орнайды. Оқушылардың жауапкершіліктері артады, және де оқушылардың өзара пікір алмасуларына мүмкіндік болады. Дамыта оқытудың барысында оқушылардың ойлау дәрежесі артады, байқампаздық қабілет дамиды, ізденушілік, зерттеушілік қасиеттер жанданады, пікір алмасу мен өзара тұжырым жасауға ұмтылады, өзіне деген сенімі артады, шығармашылық қабілет дамиды, өз бетінше жұмыс істеуге ұмтылады, және де менің пікірімше өзіндік үні қалыптасады. Дамыта оқыту технологиясының нәтижелері ол оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туады. Әртүрлі әдістерді пайдалану арқылы сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі. Оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік бар. Оқушылар ізденіске баулиды және де өз бетімен бір мәселеден шығуға көмектеседі. Және де олардың әрқайсысын білім деңгейін анықтауға болады.